Енді тым өктемшіл жеке сот орындаушылары жаппай сотталуы мүмкін. Мен парламентке шағымданғаннан кейін осы мәселе басты назарға алынып, қазір қаралу үстінде. Бүгін парламентте елдегі жеке сот орындаушыларының құлағын әбден шулатқан күн болды. Елдің назын жинап, тіпті арнайы бейнеролик дайындаған депутаттар саладағы заңсыздықты тез арада тыю керек деді. Ал мәжілісмен Снежана Имашева жеке сот орындаушылары тіпті ақшасы көп, өздеріне пайдасы зор істерді ғана таңдап алатынын айтты. Өйткені оларға көп күш жұмсайтын әлеуметтік сипаттағы құжаттардың қызық емес. Бұрынғыдай азаматтар сот орындаушылармен тиісті кері байланыс орната алмай жүр. Сот орындаушылары мен олардың көмекшілері әдепсіз мінез құлық танытып, дөрекілікке жол беріп, атқарушылық іс жүргізу бойынша ақпарат бермей, өндіріп алушылар мен борышкерлердің телефонын алмай, осындай әрекеттер әлі де жалғастыру. Ал кейбірі өздеріне пайдасы молырақ орындау құжатын ұсынғандармен тапқан табысын бөлісіп отырған. Бірақ Әділет министрлігі мұндай бассыздыққа енді тосқауыл қоямыз дейді. Халық көтерілсе қан аттан түседі деген әлемде жақсы сөз бар. Осы парламентте көтеріліп жатқан мәселе халықтың игілігіне шешілетініне үмітім зор. 16 апрель күні жеке сот орындаушы ел тоқып үйге келген кезде өзінен бөлек 13-14 адамды қоса алып келген. Оның ішінде пожарнигі бар, жедел жәрдем қызметкері, полициясы, өзінің көмекшілері бар, понятойы бар, және одан бөлек қалалық 33-ші мектеп лицейінің школ директоры және 3 мұғалімі, одан бөлек балалардың құқығын қорғау комитетінен келген қызметкерлер бар. Бұлардың барлығы ұйымдасып келгені белгілі, себебі школ директоры мен мұғалімдері және балалардың құқығын қорғау комитетінен келген қызметкерлер қасында ата-анасы жоқ балалардың құқығын қорғаудың орнына керісінше ел тоқыпқа көмектесіп, үйге келген қайынсіңліме осы үйдегі барлық мүлікті және балаларды өзімнің мойныма аламын деген қағазға қол қоймайтын болсаң, онда балаларды жетімдер үйіне, ал мынау қарт ананы қарттар үйіне апарып тастаймыз деп қорқытқан. Қорыққан, сасып қалған қайынсіңлім сол қағазға қол қоюға мәжбүр болған. Өзінің жымысқы ойын іске асырған ел тоқып сол қағазды пайдаланып, ары қарай өзінің әрекетін жалғастырған. Қазіргі таңда менің қолыма жетіп отырған ақпараттар ел тоқыптың жанына қосылып келген көмекшілері бұрын сотты болған адамдар екен. Ал заң бойынша бұрын сотты болған адамдар қоғамдық мекемеде жұмыс істеуге тыйым салынған. Қазіргі таңда менің өзімнің шағымым бойынша ел тоқыптың үстінен қызметтік тексеріс жүріп жатыр және таяу арада сот болады үстінен. Ал өзім сияқты жекеме көптеп келіп жатқан ел тоқыптан жәбір көргендердің қаншама адамдардың тізімі тұр. Келешекте мен сол тізімге де қосылып, топтық шағымға да мен қосылатын боламын.